Өмірім жеңіл әрі қауіпсіз болсын десеңіз, әр күні садақа беріңіз. Пайғамбарымыз адам денесінде жалпы 360 мүше бар, олардың әрбіріне әр күні садақа шығар дейді. Ал оны қалай береміз? Үйіңізге садақа салатын дорба дайындап, әр күні күн шыққан соң оған аз мөлшерде садақа салыңыз. Мәселен, 100-2000 теңге арасында салсаңыз болады. Егер бұл ауыр келсе, 50 теңгеде болады. Тіпті 50 теңгеге шама келмесе, жолда жатқан тасты, қоқсықты тазалаңыз, елге жақсы сөйлеп күлімсіреңіз. Бұлар да садақа. Бұл садақаны әр күні бересіз. Bir жолда бір аптаның, бір айдың садақасын салып жіберейін деуге келмейді. Садақа салғанда Алла ризалығы үшін өзімнің, бала-шағамның, отбасымның атынан осы садақаны шығардым деп ниет етесіз. Бұл садақаны әр күні таңертең көшеден мұқтаж кісі тауып, оған беру қажетсіз. Оны үйіңіздегі садақа дорбаға әр күні сала бересіз. Ал дорба толғанда оны мұқтажға бересіз. Осындай қарапайым. Бұл садақа өте маңызды. Себебі пайғамбарымыз бұл садақа дүниеде сені бәле қала, тосын уақиға, апаттан сақтайды және өміріңді ұзартады. Ал ақиретте сені тозақ отынан сақтайды. Мол сауап әкеледі. Жарты құрма болса да садақа бер дейді. Оған қоса әр күні күрси аятын 7 рет оқып, оң сол, асты үсті, алды арт 6 бағытта үрлеңіз, бұл да мықты рухия қорған болады. Сонымен бірге әр күні ишрақ және дұға намазын оқып жүріңіз. Бұлар да қорған болу және ризық табуды оңайластыру ролын атқарады. Міне осы оңай амалдар сіздің сақтандыру компаниясына берген миллион сомадағы сақтандыруыңыздан 1000 есе өнімді. Себебі олар Алламен жасалған илахи сақтандыру еді.